Егер мен саған, сен құдды 2 рет өмір сүретін адам сияқты жүрсің десем сенесің бе? Біреуі қазір сүріп жатқан өмірің, ал екіншісі дұрыс уақыт келгенде бастаймын деп ойлайтын өмірің. Сен әрқашан армандары туралы айтып жүретін, бірақ оларды жүзеге асыру үшін ештеңе істемейтін біреуді білесің бе? Дүйсенбіден бастап спорт залға барамын. Уақытым көбейгенде кітап жазамын. Немесе жағдай жақсарғанда жеке жобамды бастаймын. Келесі айда жаңа дағды үйренемін деп айтатын адам. Мүмкін ол адам сен өзің шығарсың. Ең қызығы, сен нақты не істеу керек екенін жақсы білесің. Мақсаттарың айқын. Сен зерттеп қойдың, жоспар құрдың, тіпті істер тізімін де жасадың. Сен оқу керек екенін, жаттығу жасау керек екенін, жобаңмен жұмыс істеу керек екенін және отбасыңа уақыт бөлу керек екенін жақсы білесің. Бірақ іске кірісетін уақыт келгенде, сен оны кейінге қалдырасың. Ертең бастаймын, дүйсенбіден шындап кірісемін. Келесі айда міндетті түрде өзімді арнаймын дейсің. Сөйтіп күндер апталарға айналады, апталар айларға, ал айлар жылдарға айналады. Ал сен сол баяғы орныңда қаласың. Сол орындалмаған армандармен және өзіңе берген сол бос уәделер. Жапон философиясында ичиго ичи деген ұғым бар. Оның мағынасы бір сәт бір кездесу, немесе осы сәт өмірде тек бір-ақ рет болады дегенді білдіреді. Жапон шеберлері бұл ұғымды шай рәсімінде қолданған. Яғни сен ішіп отырған шай екінші рет қайталанбайды. Ол тура сол уақытта ғана болады. Сен оны ішіп болған кезде дәл сол сәт екінші рет қайталанбайды. Олар адамға сол кездесу бірегей екенін еске салу үшін солай істеген. Ертең дәл сол рәсімді қайта өткізсең де, ол дәл сол сәт болмайды. Өйткені нақты сол уақыт мәңгіге өтіп кетті. Енді мұны өз өміріңе қолдан. Бүгін өткізіп жіберген жаттығуыңды сен ешқашан қайта жасай алмайсың. Кейінге қалдырған сабағың, сол жоғалған уақыт ешқашан қайта оралмайды. Балаңмен сөйлесуге уақыт таппай қысқа қайырған әңгімең, ол уақыт енді жоқ. Ең жаманы, сенің миың сені күн сайын алдап, ертең тағы мүмкіндік бар деп сендіреді. Бірақ нейроғылым көрсеткендей, бір істі қаншалықты көп кейінге қалдырсаң, кейінге қалдыруға жауап беретін нейрондық байланыстар соншалықты күшейе түседі. Яғни сен миыңды кейінге қалдыруға өзің үйретіп жатырсың. Бүгін мен сендерге Мақсат деген жігіттің өмірі жөнінде айтамын. Ода бәрі бар еді. Не істеу керегін де жақсы білетін. Бірақ өмірінің жылдарын ертең бастаймын деген иллюзиямен өткізіп жіберді. Бір күні ол ертең адамның өзіне айтатын ең үлкен өтірік екенін түсінді. Бірақ әңгімені жалғастырмас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, төмендегі пікірге бірнеше айдан бері кейінге қалдырып жүрген бір нәрсені жаза кетіңіз. Бұл жоба болуы мүмкін жаттығу, оқу немесе қиын әңгіме. Сізге істеу керек екенін білетін, бірақ үнемі кейінге қалдыратын бір нәрсе. Осында болғаныңызға үлкен рахмет. Ал енді әңгімеге көшейік. Мақсат 29 жаста еді. Ол бос уәделердің қатал циклында өмір сүріп жүрді. Ол сәтсіз адам емес еді. Керісінше, ол ақылды, талантты және үлкен мүмкіндігі бар адам болатын. Оны танитындардың бәрі бұл жігіт үлкен жетістікке жетеді деп айтатын. Бірақ Мақсат ешқайда бара жатқан жоқ еді. Өйткені ол болашақта өмір сүретін. Ол бухгалтерлік кеңседе жұмыс істеді. Мақсат бұл жұмысты жақсы көргендіктен емес, жеке жобасымен айналысқанша өз өміріне қажетті ақшаны табу үшін ғана жүрді. Қандай жеке жоба? 3 жыл бұрын ол ойлап тапқан қаржыға арналған қосымша. Оның басында толық концепциясы бар еді. Ол нарықты зерттеп шықты. Тіпті негізгі экранның эскизін де салған. Ал қосымшаны жасауға келгенде 0. Өйткені ол әрқашан демалыс күні бастаймын деп шешетін. Мақсаттың тағы бір арманы болатын. Арықтап, жақсы формаға келу. Оның салмағы 95 келі еді. Ал ол 75 келіге дейін түскісі келді. Ол 8 ай бойы спорт залға абонемент төлеп жүрді. Бірақ ол жерге 4 рет барды. Өйткені келесі дүйсенбіде ол шынымен бастайтын еді. Бұдан бөлек басқа да мақсаттары бар еді. Ол жапон тілін үйренгісі келді. Мақсат толық курсты да сатып алды. Қосымшаларды да жүктеді. Барлық материалды жинады. Бірінші сабаққа ол үлкен ынтамен қатысты. Содан кейін ол оны ешқашан ашқан емес. Өйткені жұмыс азайған сәтте ол соған толық көңіл бөлемін деп шешті. Осының бәрімен қоса Мақсат 4 жылдан бері кездесіп жүрген Арай деген қызы болатын. Ол шыдамды, түсінігі бар. Оны шын жақсы көретін еді. Бірақ Арай елеспен кездесіп жүргендей. Өйткені Мақсат әрқашан жанында болатын. Бірақ шын мәнінде жанында емес.
Ол кешкі ас ішкенде Мақсат телефонға қарап отыратын. Арай болашақ туралы сөйлескісі келгенде Мақсат бұл туралы кейінірек сөйлессек дейтін. Демалыс күндері басқа нәрсе істейік дегенде мен шаршадым, келесі демалыста істейміз дейтін. Ал ең жаманы Мақсаттың 58 жастағы әкесі бар еді. Ол қаланың екінші жағында жалғыз тұратын. 5 жылдан бері жалғыз, тыныш адам. Ол ұлына аптасына бір рет қоңырау шалатын. Сәлем ұлым, қалайсың? Жексенбіде түскі асқа келгің келе ме? Деді ол. Әке, бұл жексенбіде менің қолым тимейді. Бірнеше шаруам бар. Келесі аптаға жоспарлайық, деп қысқа қайратын. Бірақ келесі апта ешқашан келмейтін. Өйткені әрқашан маңыздырақ бір нәрсе табылатын. Немесе шын мәнінде оңайрақ нәрсе. Мысалы, диванда жатып сериал көру. Екінші тарау. Ешқашан жұмыс істемейтін оятқыш. Мақсаттың өмірі қатал циклмен басқарылатын. Жексенбі кеші уәделер, дүйсенбіде ерте тұрамын, жұмысқа дейін жаттығамын, кешке қосымшамен жұмыс жасаймын, ұйықтар алдында жапон тілін үйренемін. Бұл апта басқаша болады. Ол тіпті оятқышын таңғы 6-ға қоятын. Спорттық киімдерін орындыққа дайындап қояды. Бұл бүгін ашып, жобаның файлын да белгілеп қояды. Дүйсенбі, сағат 6. Оятқыш шырылдайды. Мақсат оны өшіріп, тағы 10 минут деп ойлайды. Ал сол 10 минут 40 минут қайналады. Ал 40 минут 2 сағатқа өтеді. Ол кеш оянады, жаттығуды өткізіп жібереді. Асығыс кофе ішіп, күйзеліп жұмысқа кетеді. Жұмыста ол күні бойы бір тапсырманы аяқсыз қалдырып, екіншісіне секіріп жүреді. Электронды пошталарды тексереді, хабарламаларға жауап береді, телефонын ақтарады, әлеуметтік желілерді қарайды. Сырттай ол көп істі аяқтағандай көрінетін. Бірақ шын мәнінде ол уақытты өлтіріп жүрді. Сағат кешкі 6, үйге қайтты. Үйіне келе салып диванға отырып, жобаны бастамас бұрын 5 минут демалайын дейді де телефонын қолына алып Инстаграмды ашты. Бір ғана қысқа видео көремін. Бір видео 2 видеоға айналады, 2 видео 10-ға айналды, 10 20-ға. Сағатқа қараса кешкі сағат 10. Қап, кеш болып кетті. Ертең ертерек бастаймын. Ертең бәрі басқаша болады. Бірақ ертең дәл солай болатын. Арғы күні де солай. Тіпті бүкіл ай солай өтеді. Ең ауыр нәрсе не екенін білесің бе? Мақсат бәрін түсінетін. Ол надан емес еді. Ол ақымақ емес еді. Ол өмірін босқа өткізіп жатқанын білетін. Бірақ оның миында бір нәрсе әрекет жасауға кедергі келтіретін. Диванды жобадан тартымдырақ етіп көрсететін нәрсе. Сериалды жаттығудан маңыздырақ ететін нәрсе. Инстаграмды шексіз ақтару әкесіне қоңырау шалудан артық етіп көрсететін дүние. Бұл нәрсе present bias деп аталады. Және ол Мақсаттың өмірін өзі байқамай-ақ бұзып жатқан еді. Үшінші тарау. Өзгеріс нүктесі. Бұл жұма кеші еді. Мақсат диванда отырды. Қолында чипсы, Netflixтен сериал қарап отырды. Арай үйге жұмыстан шаршап келді. Ол оған бір қарады да күрсінді. Бұл 1000 рет тырысып, бірақ шыдамы шегіне жеткен адамның күрсінуі еді. Мақсат, бізге сөйлесу керек, деді ол. Мақсат үнсіз сериалды тоқтатты. Не жөнінде? Арай диванға оның жанына отырмай, қарсы тұрған орындыққа отырды. Бұл бір өзіндік белгі еді. Біздің алғаш кездескеніміз есіңде ме? Деді ол. Әрине есімде. Сен сол кезде басқаша едің. Сенің жоспарларың, армандарың, энергияң көп болатын. Сен қосымшаң туралы сондай құлшыныспен айтатынсың. Мен сен әлемді өзгертеді деп сенетінмін. Біз бірге саяхаттаймыз, өмір құрамыз. Сен бәрі керемет болады деп айтатынсың. Мақсат аздап үнсіз қалды. Бірақ 4 жыл өтті Мақсат. Ал сен әлі де жек көретін жұмысында жүрсің. Қосымшада әлі сол аяқталмаған кезінде. Сенің салмағың да сол күйі. Сен әлі де бәрін кейінге қалдырып жүрсің Мақсат. Сен әкеңмен кездесуді де кейінге қалдырып жүрсің. Мақсаттың кеудесі қысылып кеткендей болды. Арай, мен білемін. Мен кей нәрселерді ғана кейінге қалдырамын, бірақ кей нәрселерді жоқ Мақсат. Сен бәрін кейінге қалдырасың, жобаңды кейінге қалдырасың, әкеңе баруды да кейінге қалдырасың. Тіпті менімен сөйлесуді де кейінге қалдырасың.
Соңғы рет телефон шықмай шын сөйлескеніміз қашан? Деді Арай. Үнсіздік. Мен енді жай уәдемен кездесіп жүруден шаршадым. Мен енді ертең жасаймын деген адаммен болудан шаршадым. Мен іс істейтін адаммен бірге болғым келеді. Қазір өмір сүретін адаммен, тірі адаммен. Арайдың әрбір сөзі кірпіш сияқты соқты. Сонда сен менімен айырылысқалы тұрсың ба? Деді Мақсат. Арай ұзақ үнсіз қалды. Білмеймін, бірақ бір нәрсені білемін. Егер ештеңе өзгермесе, біздің болашағымыз жоқ. Өйткені мен бүкіл өмірімді сенің бір күні өмір сүре бастайтыныңды күтіп өткізе алмаймын. Ол орнынан тұрып, бөлмесіне кетті. Мақсат диванда жалғыз қалды. Сериал тоқтап тұр. Қолында чипсы. Және ұзақ уақыттан кейін алғаш рет ол өзіне шын қарады. Ол 29 жаста еді. Ал оның өмірінде не бар еді? Қарапайым жұмыс, артық салмақ, тек басында ғана бар жоба. Бұзылудың алдында тұрған қарым-қатынас, және соңғы рет қашан көргенін есінде де жоқ әкесі. Мен өміріммен не істеп жүрмін? Деді ол. 4-ші тарау. Сенсеймен кездесу. Сенбі күні таңертең Мақсат кеудесіндегі ауырлықпен оянды. Ол өзгеру керек екенін білді. Бірақ қалай? Оған жаңа ақпарат керек емес еді. Ол өнімділік туралы кітаптарды да оқыған, мотивация туралы видеоларды да көрген, уақытты басқару қосымшаларын да жүктеген. Еш қайсысы көмектеспеді. Өйткені мәселе білімнің жетіспеушілігінде емес еді. Мәселе әрекеттің жетіспеушілігінде еді. Ол телефонын алып контактілерді ойланбастан қарай бастады. Бір кезде ол бірнеше ай бұрын көрмеген бір есімді көрді. Кенджи Накамура. Кенджи 68 жастағы жапон адам еді. Бірнеше жыл бұрын Мақсат бағдарламалау курсында оқыған кезде оған ментор болған. Өте дана, сабырлы адам. Көп өмір сүріп, одан да көп үйренген адамның энергиясы бар еді. Көп ойланбастан Мақсат хабарлама жіберді. Сенсей Кенджи, бұл Мақсат. Соңғы рет сөйлескенімізге біраз болды. Кофе ішуге уақытыңыз бар ма? Жауап 5 минуттан кейін келді. Әрине Мақсат балам. Ертең таңғы сағат 10-да саябақтағы кафеде көріскенше. Жексенбі күні таңертең. Мақсат кофехананың сыртында шағын үстелде отырды. Сол кезде Кенджи келді. Кенджи мүлде өзгермеген еді. Сол түзу дене тұрысы, сол тыныш қадамдар, сол жұмсақ күлкі. Мақсат балам, көп уақыт өтті, деді ол жымия. Олар амандаса орындықтарына жайғасты. Кенджи жасыл шай тапсырыс берді. Мақсат кофе алды. Сонымен, деді Кенджи, сені мұнда не алып келді? Мақсат неден бастарын білмеді. Сондықтан бәрін бірден айтып салды. Жек көретін жұмысы туралы, ешқашан басталмаған жоба туралы, елемеген қарым-қатынас туралы, көңіл бөлмеген әке туралы. Кенджи бәрін үнсіз тыңдады. Еш бөлмеді. Тек кейде басын изеп отырды. Мақсат аяқтағанда Кенджи, ал сен мұны өзгерту үшін не істеу керектігін білесің бе? Деп сұрады. Білемін, нақты білемін. Мен күн сайын жауабымен жұмыс істеуім керек, жаттығуым керек, оқуым керек. Арайға көңіл бөлуім керек. Әкеме баруым керек. Онда неге істемейсің? Мен білмеймін. Мен істі әрқашан кейінге қалдырамын. Ертең оңай болады деп ойлаймын. Бірақ ертең келгенде мен сол істі қайта кейінге қалдырамын. Кенджи шайынан бір жұтым ішіп, біраз үнсіз отырды. Сосын, Мақсат балам, сен ичиго ичи деген ұғымды білесің бе? Деді ол. Мақсаттың көзіне тік қарай. Жоқ, деді Мақсат. Бұл шай рәсімнен шыққан ұғым. Оның мағынасы бір сәт бір кездесу. Әрбір сәт бірегей және қайталанбайды дегенді білдіреді. Егер ертең менімен қайта шай ішсең де, ол дәл осы сәт болмайды. Осы жерде отырған сәтіміз біз сөйлесіп болған кезде өледі және ешқашан қайталанбайды. Мақсат қабағын түйді. Бірақ мұның прокрастинацияға қандай қатысы бар? Деді ол. Кенджи жымиып қойды. Барлығы байланысты. Өйткені сен шексіз уақытың бар сияқты өмір сүресің. Бүгінгі жаттығуды ертең еш салдарсыз жасай алам деп ойлайсың. Жоба тағы бір апта күте алады деп ойлайсың. Әкеңе баруды кейінге қалдырасың. Ол әрқашан болады деп ойлайсың. Ол алға еңкейіп, бірақ шындық Мақсат балам. Сенде тек бүгін ғана бар. Осы сәт, қазір. Ал сен бір нәрсені кейінге қалдырғанда,
Сен тек тапсырманы кейінге қалдырмайсың, сені қайтып келмейтін бір сәтті өлтіресің. Кенжидің сөздері ауада ілініп қалғандай болды. Мен саған бір сұрақ қояйын, деді Кенжи. Соңғы 3 жылда қанша жаттығуды өткізіп жібердің? Мақсат ойланды. Білмеймін. Мүмкін 100 жаттығу. Ал Араймен бірге отырған кезде телефоныңды қарап, қанша сәтті жоғалттың? Көп. Өте көп. Лакеңмен өткізе алатын қанша демалыс күнін жіберіп ал. Мақсаттың тамағына бір нәрсе тығылып қалғандай болды. Сол сәттердің әрқайсысы өлді. Мақсат балам. Қанша ақша тапсаң да, болашақта қанша табысты болсаң да, оларды қайтара алмайсың. Олар кейін істеймін деген зиратқа мәңгіге көмілді. Мақсат төмен қарады. Сонда мен өмірімді босқа өткіздім бе? Деді ол күрсіне. Жоқ, сен бірнеше жылды жоғалттың. Бірақ сенде әлі де бүгін бар. Сұрақ біреу ғана. Сен онымен не істейсің? 5-ші тарау. Прокрастинацияның нейроғылымы. Кенжи тағы да шай алдыртты. Мақсат әлі де естігендерін бәрін ой елегінен өткізіп отыр. Мақсат балам, сен бір нәрсені кейінге қалдырғанда мида не болатынын түсіндірейін. Бұл өзгерудің неге қиын екенін түсінуге көмектеседі. Сенің миың назар аудару үшін 2 негізгі жүйе бәсекелеседі. Біріншісі лимбикалық жүйе. Бұл ежелгі алғашқы жүйе. Ол жылдам ләззат іздейді және жайсыздықтан қашады. Сен диванда отырып сериал көруді ойлағанда осы жүйе айқайлайды. Я, бұл жақсы. Қане осын істейік. Екінші жүйе префронталды кортекс. Былайша айтқанда префронталды қыртыс. Бұл рационалды бөлік. Ол болашақты ойлайды, салдарды түсінеді, жоспар жасайды. Сен жобамен жұмыс істеу немесе жаттығуды ойлағанда осы бөлік айтады. Бұл маңызды, оны істеу қажет. Мақсат мұқият тыңдап отырды. Мәселе мынада, деді Кенжи. Лимбикалық жүйе префронталды қыртыстан күштірек, өйткені ол эволюцияда бұрын пайда болған. Ол жылдам, эмоциялық және қуатты. Ал префронталды қыртыс баяу, логикалық және әлсіз. Сондықтан олар бәсекелескенде көбіне лимбикалық жүйе жеңеді. Сол себепті сен жобамен жұмыс істеу керек екенін білсең де, сериалды танымайсың. Қазіргі ләззат болашақтағы пайдадан әрқашан артық болып көрінеді. Мақсат басын изеді. Сонда менің жағдайым үмітсіз бе? Деді ол. Менің миым әрқашан маған қарсы жұмыс жасай ма? Жоқ, өйткені бұл күресте жеңудің жолы бар. Бірақ сен ойлағандай емес. Көп адамдар ерік күшімен жеңуге тырысады. Дүйсенбі күні мотивацияға толып өздерін мәжбүрлейді. Бірақ ерік күші шектеулі ресурс. Күн өткен сайын ол азаяды. Ал ол біткенде лимбикалық жүйе қайта басқаруды қолына алады. Онда шешім қандай? Шешім лимбикалық жүйемен күресу емес, оны қайта бағдарламалау. Бұл тек нейропластика арқылы мүмкін. Сен қайталау арқылы жаңа нейрондық байланыстарды жасайсың. Олар жеткілікті күшейгенде мінез құлық автоматты болады. Сонда саған ерік күші қажет болмайды, өйткені миың өзгереді. Мақсат қабағын түйді. Бірақ бұл жылдарды талап етпей ме? Деді ол. Жоқ, жаңа әдетті қалыптастыруға кейде 66 күннің өзі жеткілікті. Бірақ көп адам білмейтін бір құпия бар. Бір уақытта бірнеше әдет бастауға болмайды. Өйткені әрқайсысы ерік күшін азайтады. Сен біреуінен бастау керек. Тек біреуінен. Және ол соншалықты кішкентай болу керек. Лимбикалық жүйе қарсы тұра алмайтындай кішкентай. Мысалы, сенің бағдарламаң бар. Сен оны аяқтауың қажет. Бірақ сен оның 100-ден қатар кодын жазуың керексің, деді Кенжи. Мақсат үнсіз басын изеді. Сен оның орнына күніне 1 жол код жаз. Күніне 1 рет отжимание жаса, күніне 1 жапон сөзін үйрен. Соншалықты кішкентай, жасамауға сылтау таба алмайсың. Мақсат күлді. Бірақ 1 жол код менің қосымшамды жасамайды ғой, деді ол. Иә, бірақ ол одан да маңызды нәрсені жасайды. Ол компьютерге отырып, жобаны ашу әдетін қалыптастырады. Ол 1 рет бастағаннан кейін көбірек істеу әрқашан оңай. 6-шы тарау 2 минуттық жүйе. Кенжи майлықты алып оның бетіне бір нәрсені жазды. 2 минут ережесі. Бұл идеяны жазушы Джеймс Клир танымал еткен. Идея өте қарапайым. Жаңа әдет 2 минуттан аз уақыт алу керек. Мәселе аз істеуде емес, мәселе бастауда. Сен жобамен жұмыс істеуді ойлағанда, миың бірнеше сағат бағдарламауды елестетеді. Сол кезде қарсылық пайда болады. Ал егер сен тек жобаның файлын ашамын деп ойласаң,
Бұл 2 минут. Миың қарсы тұрмайды. Сен тек алғашқы 2 минутты істеуге келісесің. Файлды ашу. Болды. Егер 2 минуттан кейін тоқтағың келсе, тоқтай аласың. Кінә сезімі жоқ. Мақсат ойлана бастады. Әдетте тоқтағым келмейді ғой, солай ма? Деді ол. Дәл солай. Өйткені ең қиын бөлігі ол бастау. Бастағаннан кейін инерция пайда болады. Физикадағы сияқты қозғалыстағы объект қозғалыста қала береді. Кенже Майлыққа тағы жазды. Жаттығу, тек спорттық киімді кию, жоба, файлды ашу, жапон тілі, қосымшаны асу, әкеге қоңырау, номерді теру. Көрдің бе? Мәселе тапсырманы аяқтауда емес, алғашқы қарсылықты азайтуда. Қарсылық азайғанда әрекет болады. 7-ші тарау. Мотивация туралы шындық. Кенже алға еңкейіп, мотивация туралы ешкім айтпайтын бір шындық бар. Көп адамдар алдымен мотивация келеді, содан кейін әрекет болады деп күтеді. Олар бір күні таңертең энергияға толып оянамын деп ойлайды. Бірақ ол күн ешқашан келмейді. Өйткені мотивация әрекеттен кейін келеді. Қалай? Деді Мақсат. Бұл қарапайым мирағылым. Әрекет жасағанда ми дофамин бөледі. Дофамин ләззат береді. Ләззат мотивация тудырады. Яғни нақты тізбекті айтсақ, әрекет дофамин, дофамин мотивация, мотивация тағы әрекет. Көп адам керісінше күтеді. Мотивация, әрекет. Бірақ бұл жұмыс істемейді. Сондықтан сен мотивация жоқ кезде әрекет етуің керек. 8-ші тарау. 30 күндік сынақ. Кенже сағатына қарады. 2 сағат өтіп кетіпті. Мақсат балам, мен саған ұсыныс жасаймын. Қандай? Деді Мақсат. 30 күндік сынақ. Сен бір ғана нәрсені таңдайсың. Тек біреу. Және оны 30 күн қатарынан жасайсың. Ешқандай үзіліс жоқ. Ол өте кішкентай болуы мүмкін, бірақ күн сайын жасалу қажет. Мақсат ойланып, жобамен жұмыс істеу сияқты ма? Деді күмәндана. Нақтырақ айт, деді Кенже. Жобамен жұмыс істеу. Бұл түсініксіз. Файлды ашып, бір жол код жазу. Бұл нақты. Мақсат телефонды алып жазып қойды. Жарайды. Күн сайын файлды ашып, кемінде бір жол код жазамын. 30 күн. Өте жақсы, деді Кенже. Бірақ есіңде болсын. Сен бұл 30 күнде қосымша жасап жатқан жоқсың. Сен өз тұлғаңды өзгертіп жатырсың. Сен жобасы бар адамнан күн сайын жобамен жұмыс істейтін адамға айналасың. Ал тұлға өзгергенде мінез құлық автоматты түрде өзгереді. Кенже Майлыққа тағы бір нәрсе жазды. Тұлға, мінез құлық, нәтиже. Көп адамдар нәтижені тікелей өзгерткісі келеді. Деді ол. Мен 20 килограмм арықтағым келеді дейді. Бірақ нәтиже әдетті қалыптастырмайды. Тұлға қалыптастырады. Сен өзіңді жаттығатын адам деп көре бастағанда, жаттығу табиғи нәрсеге айналады. Ол енді сен істейтін нәрсе емес. Ол сенің бір бөлігің. Мақсат бәрін губка сияқты сіңіріп алды. Тағы бір маңызды дүние бар, деді Кенже. Осы 30 күннің ішінде сен қателесесің. Бір күні міндетті түрде орындамай қаласың. Сол кезде сенің миың былай дейді. Тізбек бұзылды. Енді жалғастырудың мағынасы жоқ. Көп адамдар дәл осы жерде бәрін тастайды. Бірақ сен есте сақтайтын ереже бар. 2 күн қатардан өткізіп алма. Бір күнді өткізіп алуың мүмкін. Бұл қалыпты. Бірақ келесі күні міндетті түрде қайта бастауың керек. Себебі мақсат мінсіз болу емес. Мақсат қалыпты сақтау. Кенже Майлықты Мақсатқа қарай жылжытты. Егер сен осы қарапайым жүйені ұстансаң, бір күні оянып, өзіңді мүлде басқа адамға айналғаныңды байқайсың. Сен мотивацияны күтпейсің. Сен ерік күшіне сүйенбейсің. Сен тек әрекет ететін адамға айналасың. Мақсат Майлыққа қарап отырды. Бір жапырақ қағаз, бірақ онда оның бүкіл өмірін өзгерте алатын идеялар жазылған еді. Ол басын көтеріп, сенсей, егер мен мұны 3 жыл бұрын түсінгенде ше, деді ол. Кенже жай ғана жымиды. Онда сен бүгінгі адам болмас еді. Ол аздап тоқтап тағы айтты. Бірақ бір жақсы жаңалық бар, Мақсат балам. Ең жақсы уақыт ол 3 жыл бұрын болған. Екінші жақсы уақыт ол дәл қазір. Тағы бір нәрсе бар, деді Кенже. Осы 30 күннің ішінде сен міндетті түрде сүрінесің. Бір күні орындалмай қаласың. Сол кезде сен бәрін тастағың келеді. Өйткені миың тізбек бұзылды, енді жалғастырудың маңызы жоқ дейді. Бірақ бұл өтірік. Сүріну жеңілу емес, жеңілу сүрінгеннен кейін қайта тұрмау. Сондықтан егер бір күнді жоғалтсаң, келесі күнді жоғалтпа. Өйткені 2 жоғалған күн әдетке айналады. Бір жоғалған күн тек сүріну ғана.
және есіңде болсын, ичиго ичи, әр күн бірегей. Кеше жоғалған күн өлді, бірақ бүгін тірі. Ал әрекет ететін күн ол бүгін. 9-шы тарау. Бірінші күн. Сол жексенбіде Мақсат үйіне басқа сезіммен қайтты. Бұл мотивация емес еді. Ол одан да берік дүние еді. Бұл айқындық. Ол пәтерге кірді. Арай қонақ бөлмеде кітап оқып отыр екен. Мақсат оның жанына жайғасты. Арай, мен сенен кешірім сұрауым керек. Арай оған таң қалып қарады. Сен дұрыс айттың. Мен автопилотпен өмір сүріп жүрдім. Бәрін кейінге қалдым. Сені де кейінге қалдым. Мен бұлай өмір сүргім келмейді. Арай, мен саған ертеңнен бастап бәрі өзгеріп кетеді деп уәде бере алмаймын. Өйткені оның олай болмайтынын мен білемін. Бірақ мен бір нәрсеге уәде беремін. Бүгіннен бастап күн сайын жобамен жұмыс істеймін. Мейлі бір жол код болса да, және күн сайын мен сенің қасыңда боламын. Телефонсыз кемінде 10 минут болса да. Арай біраз үнсіз қалды. Сосын дауысы дірілдеп, маған үлкен уәделер керек емес, Мақсат. Маған тек сенің шынымен осында болғаның қажет. Мен осында боламын, деді ол Арайдың қолынан ұстап. Олар үнсіз қол ұстасып отырды. Бірнеше айдан бері алғаш рет Мақсат сол сәтте шын өмір сүріп жатқанын сезінді. Жұмыс туралы ойламай, болашақ туралы ойламай, тек осында. Ичиго ичи. Бұл сәт өмірде бір-ақ рет болады. Сол күні кешке сағат 9-да Мақсат компьютерінің алдында отырды. Бірнеше апта бойы ашылмаған жобаның файлын ашты. Код жартылай жазылған. Мұны кейін аяқтау керек деген комментарийлер өте көп. Ол терең тыныс алды. Тек бір жол. Ол бір жол код жазды. Бір айнымалын анықтайтын қарапайым функция. Бұл күлкілі, бірақ ол жасады. Бірінші күн ол телефонды алып Кенжиге жазды. Бірінші күн бір жол код жазылды. Жауап бірнеше секундтан кейін келді. Өте жақсы, Мақсат балам. Тізбекті үзбе. 30-шы күні кездесеміз. Алғашқы 3 күн жеңіл болды. Кенжимен әңгіме, Арайға берген уәде бәрі оған күш беріп тұрды. Ол күн сайын жобаны ашты. Бірнеше жол жазды. Кейде тіпті 1 сағаттан артық бағдарламалады. 4-ші күн мотивация азая бастады. Ол жұмыстан шаршап келді. Диванда отырды. Миы бүгін емес, тек бүгін емес, ертең жасайық деп айқай салды. Бірақ ол Кенжидің сөзін есіне түсірді. 2 минутта жасау. 2 минут жасау үшін мотивация қажет емес. Ол тұрып компьютерге барды. Файлды ашты. Бір жол жазды, жапты. Ол шабыттанған жоқ, өнімді де болған жоқ, бірақ ол жасады. 5-ші, 6-ші, 7-ші күн, бір апта. Ол Кенжиге 7 күн үзген жоқ деп хабарлама жолдады. Сен қосымша жасап жатқан жоқсың, Мақсат балам. Сен тәртіп орнатып жатырсың. 12-ші күн Мақсат түн ортасында үйге келді. Жұмыста ауыр күн болды. Кездесу үстіне кездесу. Ол шаршады. Ұйықтағысы келді. Мақсат төсекке жатқанда жоба есіне түсті. Жоба. Сағатқа қарады. 23:47. Түн ортасында 13 минут қалған. Оның санасының бір бөлігі қалдыр, шаршадың. Бір күн маңызды емес, бірақ жаңа өсіп келе жатқан екінші дауыс. Тұр, қазір жаса. Мақсат тұрды. Пижамамен компьютерге барды. Файлды ашты. 3 жол жазды. Сақтады, жапты. 23:55. Ол төсегіне қайта жымиып жатты. Өйткені ол шаршауды емес, ертең деген дауысты жеңді. 18-ші күн сенбі. Ешқандай жоспар жоқ. Ұйықтауға, диванда жатуға болады. Бірақ таңғы сағат 9-да компьютер алдында отырды. Мәжбүрліктен емес, өйткені ол өзі қалады. Әдет тамыр жая бастаған еді. Сол күні ол 2 сағат жұмыс істеді. Тәртіп үшін емес, қызығушылық үшін. Инерция жұмыс істей бастады. Арай оны көре, ол ештеңе айтқан жоқ, тек жымиып қойды. Өйткені өзгеріс болып жатқанын көрді. 10-ші тарау. Бірінші құлау. 23-ші күн Мақсат достарымен барбекюге барды. Ол өз ойлағаннан да көбірек ішіп қойды. Үйге түнгі сағат 1-де оралды. Сылқиған мас. Төсекке құлап бірден ұйықтап кетті. Таңертең басы ауыр боянды. Бірақ ең жаман дүние бас ауру емес еді. Ол тізбекті үзгенін түсінді. 23-ші күн және бәрін бұзды. Телефонын алып
уақытқа қарады. Сағат таңғы 11. Күн басталып кеткен. Миындағы дауыс бітті, енді мәні жоқ. Дүйсенбіден қайта бастайсың. Бірақ ол Кенжидің сөзін есіне түсірді. Сүріну жеңілу емес. Жеңілу қайта тұрмау. Ол тұрды. Басы ауырып тұрса да, су ішті, компьютерге барды, файлды ашты, бір жол жазды. Бұл мінсіз емес еді, бірақ ол қайта тұрды. Мақсат Кенжиге жазды. Кеше тізбек түздім, бірақ бүгін қайта бастадым. Жауап келді. Сен тізбек түзген жоқсың, Мақсат балам. Сен сүріндің, бірақ қайта тұрдың. Бар болған осы. Бұл ваби-саби, кемшіліктегі сұлулық. Жалғастыр. 30-шы күн, сынақтың соңғы күні келді. Үлкен физикалық өзгеріс жоқ. Ол әлі де 95-ке келеді. Қосымша әлі дайын емес, бірақ бір нәрсе өзгерді. Ол уәдесін орындайтын адамға айналды. Сол күні ол Кенжимен кездесу үшін кафеге барды. Сенсей жасыл шаймен күтіп отыр екен. Мақсат балам, 30 күн сен орындадың. Я, және сіз дұрыс айттыңыз. Бұл қосымша туралы емес. Бұл істі жасағаным үшін алған нәтижем туралы емес. Бұл мен кімге айналғаным туралы, деді Мақсат. Кенжи жымиды. Ал сен кімге айналдың? Мен енді істі кейінге қалдырмайтын адамға айналдым. Мотивация болмаса да әрекет ететін адамға. Қиын болғанда да әрекет ететін адамға. Өте жақсы. Ал енді не? Енді мен тағы бір әдет қоспақ. Жаттығу. Күніне 2 минут. Тек спорттық киім киіп, бір рет отжимания жасау. Кенжи басын изеді. Сен үйрендің. Ал енді мен саған соңғы принципті үйретемін. Ол жапондық ма деген ұғым. Бұл бос кеңістік, үзіліс, аралық дегенді білдіреді. Өмір көп нәрсені істеу туралы емес. Өмір маңызды нәрсені жасау және қалғанын кеңістікте қалдыру туралы. Ол сөзін жалғастырды. Сен әрекет етуді үйреніп жатырсың, бірақ осы сәтте болуды да ұмытпа. Араймен бірге болғанда сол сәтте бол. Әкеңмен болғанда да сол сәтте бол. Өзіңмен болғанда сол сәтте бол. Өйткені сен үлкен бір империя құрсаң да, бірақ оны бағалайтын өзің болмасаң, оның қандай пайдасы бар? Мақсат бұл сөздерді жүрегіне терең әсер еткенін сезді. Сол кезде Кенжи тағы сұрады. Айтпақшы, сен соңғы рет әкеңе қашан бардың? Мақсат жұтынып қойды. Шамамен 3 ай болды. Ол неше жаста? 58-де. Ал сен оны мәңгі қасында болады деп ойлайсың ба? Мақсат балам, әкеңмен әр кездесу ичиго ичи. Сен тағы бір кездесу болатынын білмейсің. Ал егер болмай қалса, оны кейінге қалдырғаның үшін өкінесің. Әрекет тек өнімділік туралы емес, ол сол сәтте болу туралы. Бүгін оған қоңырау шалды. Мақсат кафеден ауыр оймен шықты. Ол телефонын алып, контакт тізімнен әкесінің атын қарады. Олар соңғы рет қашан сөйлескен еді. Ол есіне түсіре де алмады. Ол нөмірін терді. Кішкенеден кейін «Алло» деген әкенің дауысы естілді. Дауысы сол бұрынғыдай еді. Шаршаңқы, бірақ жылы. Сәлем әке, бұл мен, Мақсат. Мақсат ұлым, қандай тосын сый? Бәрі жақсы ма? Я, бәрі жақсы әке, деді Мақсат. Мен сенен бір дүние сұрайын деп едім. Ертең менің үйіме түскі асқа келгің келе ме? Мен өзім тамақ дайындаймын. Телефонның арғы жағынан үнсіздік. Сосын, әрине қалаймын. Қай уақытта, деді әкесі. Түскі 12-де. Мен міндетті түрде барамын. Мақсат телефонды қойды және өзі күтпеген жеңілдікті сезінді. Себебі ол көп уақыт бұрын істеу керек екен нәрсені ақыры жасады. Жексенбі, түскі уақыт. Есік қоңырауы соғылды. Мақсат есікті ашты. Әкесі тұр екен. Үстінде жаңа киім, шашы ұқыпталып таралған. Әкесі бұл түскі асты ерекше күн сияқты қабылдаған еді. Сәлем ұлым. Сәлем әке, кіріңіз. Олар құшақтасты. Сол сәтте Мақсат көп жылдан бері сезбеген бір сезімді сезді. Сағыныш. Ол өз әкесін сағынған еді. Тіпті олар бір қалада тұрса да. Олар бірге түскі ас ішті, сөйлесті. Әкесі Мақсаттың бала кезіндегі ескі оқиғаларды айтып берді. Мақсат өз жобасы туралы айтты. Арай туралы айтты және өмірінде жасап жатқан өзгерістер жөнінде баяндады. Көп жылдан кейін алғаш рет Мақсат сол сәтте толық болды. Телефон жоқ, асығыс жоқ. Тек өзі және әкесі.
Күннің соңында әкесі кетер кезде бүгінгі күн үшін рахмет, мұны мен сағындым, деді әкесі. Мен де, әке, деп жауап қатты Мақсат. Біз тағы кездесеміз, уәде беремін. Бірақ бұл жолы жай ғана бос уәде емес еді. Бұл нағыз міндеттеме еді. 11-ші тарау. 3 айдан кейін. Мақсат компьютердің алдында отырды. Бұл жолы кешкі сағат 9 емес еді. Таңғы 7 болатын. Ол ерте оянды. Қосымша 60%-ға дайын болатын. Ол бұрын тек оның ойында болған идеядан нақты жұмыс істейтін кодқа айналған еді. Мақсаттың салмағы 88 келіге түсті. Ол 7 келі салмақ тастады. Себебі ол күн сайын жаттыға бастады. Алғашында бір рет отжимание, сосын 5, сосын 10, ал қазір күн сайын 30 минут жаттығатын болды. Және бұл оған қиын емес еді. Арай ас үйде кофе дайындап жүрді. Ол Мақсатқа қарап жымиды. Өйткені ол қарым-қатынасының басында таныған Мақсатты қайта көрді. Сол Мақсат осы сәтте болатын, көңіл бөлетін, осы сәтпен өмір сүріп жатқан Мақсат. Ал оның әкесі ше? Мақсат енді әр жексенбі сайын әкесімен түскі ас ішетін болды. Ешқашан қалдырмай, және ол әкесі туралы бұрын ешқашан білмеген нәрселерді білді. Оқиғалар, армандар, өкініштер. Егер Мақсат бәрін кейінге қалдыруды жалғастырса, олардың бәрі әкесімен бірге жоғалып кетер еді. Бір күні Мақсат жобамен жұмыс істеп отырғанда, ол көп жылдан бері сөйлеспеген досынан хабарлама алды. Досым, мен сені Инстаграмнан көрдім. Сен қосымша жасап жатыр екенсің. Жаттығып жүр екенсің. Тіпті мүлде басқа адамға айналыпсың. Қалай істедің? Мен де өмірімді өзгерткім келеді. Бірақ неден бастарымды білмеймін, деді ол. Мақсат жымиды. Өйткені ол не айту керегін нақты білетін. Кішкентайдан баста. Тіпті айтуға тұрмайтын кішкентай дүниеден, күлкілі дүниеден. Бір ғана нәрсені таңда. Тек біреуін. Және оны күн сайын жаса. Тіпті 2 минут болса да. Тізбекті бұзба. Ал сүрінсең, келесі күні қайта тұр. Болған осы? Шынымен бар болған осы ма? Өйткені нағыз өзгеріс бір тамаша күннен пайда болмайды. Ол мыңдаған кемшілігі бар күндерден пайда болады. Сен істегің келмесе де әрекет еткен күндерден. Стэнфорд университетінің әдеттерді қалыптастыруды зерттейтін бір нейробиолог былай түсіндіреді. Адам миы энергияны үнемдейтін машина. Ол көп ойлануға энергия жұмсау үшін әрекеттерді автоматтандырғысы келеді. Егер сен бір әрекетті қайта-қайта жасай берсең, нейрондық жол қалыптасады. Бұл жол неғұрлым күшті болса, әрекет соғұрлым автоматты болады. Сондықтан 60-90 күн бойы бір нәрсені күн сайын жасағаннан кейін, саған енді тәртіптің өзі де қажет болмайды. Ми өзі басқаруды бастайды. Оксфорд университетінің прокрастинацияны зерттеген бір ғалым мынаны анықтаған. Кейінге қалдыру жалқаулық емес. Бұл эмоцияны басқару мәселесі. Адамдар өздеріне жағымсыз сезім тудыратын істерді кейінге қалдырады. Ал оны жеңудің жалғыз жолы сол жағымсыздықты өте кішкентай деңгейге дейін азайту. Сонда ми қаш немесе күрес реакциясын қоспайды. Сондықтан 2 минуттан баста деген әдіс жұмыс істейді. Өйткені ол эмоциялық қарсылықты жояды. Ал ичиго ичи туралы жапон шай рәсімінің бір шебері былай дейді. Жапонияда біз сен бір шайды 2 рет ішпейсің дейміз. Тіпті сол адаммен, сол жерде, сол шаймен болса да сәт басқа. Алдыңғы сәт өлді, жаңа сәт туды. Ал мұны түсінгенде сен кейінге қалдыруды тоқтатасың. Өйткені сен түсінесің, кейін деген жоқ, тек қазір бар. Бірақ ичиго ичи туралы ешкім айтпайтын бір нәрсе бар. Бұл тек қазіргі сәтте әрекет ету емес. Бұл қай нәрсе сенің назарыңа лайық екенін таңдау. Өйткені сен бәрін бір уақытта жасай алмайсың. Ал бәрін істеуге тырысқанда ештеңе дұрыс істей алмайсың. Мақсат мұны жобаның 4-ші айында түсінді. Жоба, араймен уақыт өткізу, әкесіне бару, жұмыс, ол қатты шаршады. Бір күні Кенжи оған қоңырау шалды. Мақсат, бәрі дұрыс па? Деді ол. Мен қатты шаршадым. Сіз үйреткеннің бәрін жасап жатырмын. Бірақ өте қиын. Сен барлық мүмкін өмірді бір уақытта сүруге тырысып жатырсың. Бұл ичиго ичи емес. Бұл мазасыздық. Бірақ мен әр сәттен ләззат алуым керек деп ойладым. Иә, бірақ сен бір сәтте 1000 нәрсе жасап ләззат алмайсың. Сен сол бір нәрсені таңдап, соған толық назарыңды аудару арқылы сезінесің. Назар аудару сан емес, ол сапа туралы. Кенжи сөзін жалғастырды. Ичиго ичи дегеніміз бәрін бірден жасау емес. Ол дәл қазіргі таңдаған ісіңе толық қатысу, қалған істі жіберу. Бұл мақсат үшін еркіндік сияқты болды. Ол бір сәтті таңдап,
соған толық қатысу керек еді. 12-ші тарау. 1 жылдан кейін. Кафеде Кенжимен кездескен сол жексенбіден бері 1 жыл өтті. Мақсат тағы сол жерде отыр. Сол үстелде. Кенжиде жасыл шай, Мақсатта кофе. Бірақ бәрі өзгерген еді. Қосымша іске қосылды. Онда 500 қолданушысы болды. Жұмыс істеп тұрды. Табыс әкеліп тұрды. Мақсаттың салмағы 78 келі болды. Ол аптасына 5 рет жаттығатын. Өйткені ол жаттығуды ұнататын болды. Ол Арайға үйленуге ұсыныс жасады. Ал Арай келісті. Той 6 айдан кейін болады. Ал оның әкесі қайтадан күле бастады. Өйткені ол ұлын қайта тапты. Сен жарадың, Мақсат балам, деді Кенжи. Жоқ, мен әлі істеп жатырмын. Өйткені мен бір нәрсені түсіндім. Мәре сызығы жоқ. Тек жол бар. Ал жол күндерден тұрады. Бір-бірден. Кенжи жымиды. Бұл ең маңызды сабақ еді. Өзгеріс бұл бір оқиға емес. Бұл шексіз процесс. Ал процесс тек сен оған қатысып жүргенде ғана жұмыс істейді. Мақсат терезеден сыртқа қарады. Адамдар асығып бара жатты. Телефондарға қарап. Өткенде немесе болашақта өмір сүріп жүр. Ал қазіргі сәтте емес. Мақсат, мен бұрын дәл осындай едім, деді ол ойнана. Мен қазіргі сәт маңызды емес сияқты өмір сүрдім. Өмір тек мақсатқа жеткенде басталады деп ойладым. Бірақ мен енді түсіндім. Өмір мақсаттардан тұрмайды. Өмір күндерден тұрады. Кішкентай таңдаулардан, істегің келмейтін жаттығудан, шаршаған кезде жазылған код жоңынан, телефонсыз Араймен кешкі астан, әр жексенбі әкеммен кездескен сәттерден, әрқайсысы ичиго ичи, әрқайсысы қайталанбайтын сәт. Саған бір сұрақ. Сен қанша сәтті кейін жасаймын деген зиратқа көміп қойдың? Қанша жаттығуды өткізіп алдың? Қанша жобаны кейінге қалдырдың? Қанша маңызды әңгімені қысқа қайырдың? Қанша адамды елемей қойдың? Өйткені ертең бар ғой деп ойладың. Ал енді айтшы, сол ертеңдердің қаншасы шынымен келді? Шындық мұнау. Сен екі өмір бар сияқты өмір сүріп жүрсің. Біреуі қазір сүріп жатқан өмірің, ал екіншісі дұрыс уақыт келгенде бастаймын дейтін өмірің. Бірақ дұрыс уақыт ешқашан келмейді. Өйткені сен күтесің. Мінсіз жағдайда, мінсіз мотивацияны, мінсіз сәтті. Ал сені күтіп жүргенде өмір өтіп кетеді. Сәттер өледі, мүмкіндіктер жабылады, адамдар алыстайды. Ичиго ичи. Бұл жай ғана әдемі философия емес, бұл қатты ескерту. Сенде шексіз уақыт жоқ. Сенде бары жалғыз нәрсе, осы сәт. Өткен тек естелік, болашақ тек қиял. Сондықтан осы сәтті жоғалтпа.